Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздермен professions, яғни мамандықтар туралы үйренетін боламыз. Мына жерде she works at school, children learn from her. Яғни бұл кім? Ол мектепте жұмыс істейді, балалар одан үйренеді дейді. Бұл a teacher, мұғалім. Келесі he brings letters to people's houses. Ол адамдардың үйіне хат тасиды. Ол postman, пошташы. Келесі he works at school, at hospital, he cures people. Ол ауруханада істейді, адамдарға қамқор болады, адамдарды емдейді. Ол дәрігер, a doctor, дәрігер. Келесі ол бізде nurse, яғни медбике. Келесі ол бізде mechanic, яғни he works at garage and repairs cars. Ол гаражда жұмыс істейді және машиналарды жөндейді деп тұр. Бұл механик бізде. Ол тамақ нан пісіреді дейді. Ол бізде baker, наубайшы. He works at a cafe, he serves food and drinks. Ол кафеде жұмыс істейді. Ол кім? Waiter, даяшы. He works at a farm, he grows food and vegetables. Ол фирмада жұмыс істейді және ол өсіреді өз жемістерменен көкөністерді. Ол бізде farmer. He helps people to get around quickly. Ол адамдарды бір жерге тез жетуіне көмектеседі. Ол бізде taxi driver. Келесі he flies a plane. Ол ұшады ұшақта. Ол бізде pilot, ұшқыш. Келесі he controls the order in the street. Ол көшедегі қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Ол бізде policeman, полиция қызметкері. Келесі he paints the walls and the roofs. Ол сурет салады дейді. Painter, суретші. He works in the street, he builds houses. Ол көшеде жұмыс істейді және ол үйлерді құрылысын сағады. Бұл құрылысшы, builder. He works at an animal hospital, he helps sick animals. Ол жануарлар ауруханасында жұмыс істейді. Ол жануарларға көмектеседі ауруын жеңуге. Бұл бізде vet, яғни ветеринар. Келесі ол бізде he sells fruit and vegetables. Ол сатады, нені сатады? Көкөніс, жеміс-жидек сатады. Ол бізде greengrocer, яғни сондай сататын адамды біз greengrocer деп атаймыз. She works in an office with clients. Ол офисте клиенттермен жұмыс істейді. Әрине ол бізде менеджер. Мынау бізде операция жасайды. Surgeon, хирург, welder, дәнекерлеуші, сварщик дейді ғой. Hairdresser, парикмахер, журналист, cook, яғни ол бізде повар, шеф-повар айтады. Judge, судья, сот орындаушысы, plumber, ол бізде сантехник. Осындай бізде жаңа сөздерді үйрендік. Достар, оқыған озат YouTube каналына жазыла кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге пайдалы болады деген видеолар салынып отырады. Біліміңіз арта берсін.